Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл арнада көптен бері видео шықпай кетті десек те, бірақ біз қайтадан қолға алып жатырмыз. Енді сіздер бүгінгі видеода біздің кезекті проект Лаура, яғни бронированный Нивамызда тюнинг бөлімдерін жалғастыратын боламыз. Бүгін сіздердің көретіндеріңіз, бұл көлікке жаңа титан саламыз, сондай-ақ моторын шешеміз, яғни свапқа дайындайтын боламыз. Олай болса, видеоны сондайын тамашалаңыздар, толыққанды видео барысында көретін боласыздар. Олай болса, приятного просмотра. Ассалаумағалейкум достар, мінекей біз қазір көліктің ішіндеміз. Бұл көліктің оталмағанына қателеспесем бір ай болып қалды. Бірақ бір түсінбейтін қардың бәрі қайдан кіріп жатыр. Мен соны таңғаламын. Қараңызшы. Отырған жердің бәрі қар, мына жердің бәрі. Бірақ вариантым бар. Мен фордшқа ашып тұрды, кішкене ше. Бұл жерден кіріп жатыр ма? Қалай? Так, короче, достар, мәселе ода емес. Давайте көлікті оталдырайық. Одан кейін бізде диск бар. Қазір гаражға паркингке кіргізіп, машинаны жағасынан бір қыздырып, дисктерді салып аламыз арқасына. Арқасында қар. Қараңызшы. Қардың бәрі қайдан келіп жатыр? Естіғанын ашып тұрған жерінен ба? Артқы есігі толық тұр шалмайды, короче, содан кіріп отыр ма арқасына. В общем, короче, полный аман есіктер салып, покраска істеп, зазорларын келтіріп, четко жатпағанша бұндай қар дегендер кренеп тұр ғой, примерно. Так, короче, машина қызды. Енді паркинг ішіне кіргіз, достар, қысқы дөңгелектерін салып алайық. Қазір достар, біз летнingменбіз ғой. Ей, бас. Мен ойлағам летнingмен қазір тайғанап жүрмейтін шығар деп ше. Жүріп тұр. Так, құрметті көрермендер, мінекей Нивамызды істейін деп жатырмыз. Ниваға көп ақша құйып жатыр, вложение істеп жатыр. Бірақ достар, бұл менің әйелімнің ашырзасына тиіп жатыр. Енді маған көңіл бөлмейсін деп ренжіп жатады. Және де достар, осындай жағдайда ренжімеу үшін, оның көңілін табу үшін мен керемет бір шешім таптым деген ойдамын. Олар енді достар, Flowwow маркетплейстің көмегімен мен оған керемет сыйлықтар сыйлаймын. Flowwow бұл өте керемет әдемі бағалы сыйлықтар, керемет гүлдер, кондитерлік тәттілер, тағы да басқа шын жүректен жасалған өте тамаша сыйлықтарды заказ беруге болатын ең керемет маркетплейс. Бұл сервис 30 мемлекетте жұмыс жасайды. Сіздер басқа қалада болсаңыз да өзіңіздің жақыныңызбен ғашығыңызды қуантсаңыз болады. Өз ғашығыма не сыйласам болады деп бас қатырмау үшін арнайы сіздерге ғашықтар күніне деген бөлімше бар. Бұл жерде сіздер өз ғашығыңызды қуанта алатын неше түрлі сыйлықтарды таба аласыздар. Айтпақшы достар, алдымызда 14 февраль келіп жатыр, сондықтан сіздер дәл осы Flowwow'дың көмегімен өз ғашықтарыңызға подаркаңызды жоспарлап заказ берсеңіздер болады. Қараңыздар, біз де қазір заказ береміз. Ал мен өз әйелім қатты жақсы көретін клубника шоколаденің букеттегісін заказ бердім, және де маған тез арада жеткізіп берді. Достар, ең кереметі, мына жерде тауарымыз дайын болған екен, бізге курьерге салып жіберместен бұрын бізге фото отчет жібереді екен. Егер ұнаса сала беріңіз, ұнамаса онда тағы да қосатын жерден қосып өзгертуге болады. Олай құрметті көрермендер, толыққанды мына QR код арқылы немесе толыққанды сілтемесін мен описаниеге қалдырып кетемін. Сонда кіріп Flowwow маркетплейсін жүктеп алыңыздар, және де егер сіздер менің промокодымды беретін болсаңыздар, кез келген заказға 15% жеңілдік болады. Олай болса, Flowwowмен өз ғашығыңызбен жақындарыңызды қуантып жүріңіз. Ал достар, мінекей, жалпы осы қыстағы алғашқы далаға шығуымыз, еще летниймен ғой. Қазір лақтырмасақ, богым, задний приветтер. Так, жалпы достар, бүйтіп ойланып қарасам, Ниваны алғанға 1 жыл болып тұрды, 1 жылда мен 3 выпуск шығарыппын. Яғни тында осы уақытқа дейін көп сұрайды, не істемей кеттің, Нива қайда деген сияқты. Достар, бірінші мотордан бастағым келіп отыр, соған нормальный мотор іздеп жатырмын. Короче, Мерседестің моторын іздеп жатырмын. Алда уақытта көретін болсыздар, пока что. Осы теманы қысқаша айтып түсіндіре кетейін. Так, жасыл жанып тұр. Давай, жүгіреміз, давай. Наңғара кез, бокым. What? Арқадағы машиналар шоке болатын, шоке. Мына жер достар, бізде бензиннің датчигі де дұрыс көрсетпейді, короче. Примерно ориентир бензинмен жүреміз, қазір бензин құйып алайық. Соңғы рет құйғаннан кейін мен біраз жерге барып тұрсадым да, осы бүгін қазір сыртқа шығып келемін дегенше жетпей қалады ау. Одан да құйып ала салғанымыз дұрыс. Бүкіл Ладаның бензин құятын бағы оң жақтан болса, ана Нивада сол жақтан ғой. Анау японшылардың машиналарына ұқсап ше, Toyota, Lexus сол жақта болады ғой. Бірақ та 4S па, 2S па деп білмейтін, түсінбей жүрген адамдар. Водительдің артында есік жоқ, бірақ арғы бетте осындай жерде есігі бар да, потому что мына бетте бачок
Бағы орналасқан екен. Короче, 3.92. 3000-ға қойсам жететін шығар, мен көп жүрмейміз да ғой, просто Эстоға барып келу, ана жаққа барып келу, тек видео түсіретін кезде айдап отырық. Так, жібердік. Сосын айтпақшы достар, осы видеода мен қазір дөңгелектерді ауыстырып болған кейін бірдеңе істеткім келіп жатыр да. Пистолет шығарамыз. Бисмилла, кеттік ал. Нау неғып аңырап қалды. Датчик валюметр сурып тастаған ба, мен ДМР-ға шы. Негіз ДМР-ға кетіп қалса аңырап кетуші еді ғой. Мен ДМР-ға сурып тастаған, аңырап қалды ғой. Бірақшы, достарда Ниваның жүрісі бар ғой. Йо-май. Табау жұмсақ жүрем ғой дедім ғой. Веста, Приора, Гранта. Нива, бөлегі. Мен алды семерканда негіз айдаған кезде байқағам, семеркада жұмсақ жүреді. Нивада семерк сияқты нәрсе ғой енді. Так, шиномонтаж келдік. Браттар жұмыс істеп жатыр ма бүгін? Адам бар екен, жұмыс істеп жатыр екен. Все, дөңгелектер түсіре берейік. Палуандар. Алдық, мынау енді вообще басқаша болып қалды. Шарлет, адамдар. Ровный кузов жетпей жатыр, ровный кузов болса, өлейін деп тұр ғой. Негізі Титанга машинаның 50%-ін диск ашады дейді ғой, негізі рас қой адамдар. Вообще басқа болып қалды, бір. Просто кузов тұрса реттей алсақ, ай болайын деп тұр ғой. Бұл енді более-менее 100% емес. 100%-ін ол ертең Мерседестің гейкінсін саған кезде көресіздер. Все, олай болса переобук істеп алдық. Ескілерін, короче, арқасына салып қойдық. Олар құрмет көрмендер, мінекей біз қазір Эстоға келдік. Қазір мастеріміз ішінде машина майын ауыстырдық, сосын кіргіземіз деп жатыр. Жалпы мына жер деген айтатым ғой, нағыз, короче, қасапшы. Біздің қазір істейтін мастер. Енді орыс кісі ғой, осындай Ниваларға свап жасайды. Не только Ниваларға, осындай джип, внедорожник машиналар ғой. Мысалы, мынау сияқты қараңдаршы міне. Toyota Land Cruiser, мына ескісі ғой мынау. Аяғы 80-90 жылғы іші, мысалы, осындайларға свап істейді, болмаса көтереді, короче. Осындай джиптермен айналысады көбінесе. Өзінде Нивасы бар. Байқайсыздар ма, мен чисто Нивамен жүретіндер, Ниваның қасапшыларына ақша сататын болдым ғой. Өзінің Нивасы, по-моему, 1.8 Вестан мотор тұр. Нормально сондай салбаса деп қояды маған. Братан, короче, мен бір гелик сияқты істегім келіп тұр, короче. Мерседестің бүкіл моторы бар. Мерседестен салып келіп тұр барлығын дедім. Мотор болсын, коробка, там фара, диск. Мерспен Нива келтіретін не бар, мысалы, сиденье деген сияқты. Ертең алда уақытта руль геликтің, сондай нәрселерді бәрін Мерстен салғым келіп отыр, сол себептен лучше Мерс дедім, короче. Қандай вариантта келем? Онда мен өзім Ниваға алып 2-3-ден салдым деді. Мына жерде, по-моему, тұрған өткенде кетіп қапты. Бір Нива бар, короче. Мерстердің лупариктерде болады М111, объем 2.3-тік, автомат коробка, компьютермен, короче, свап мотор, соны салады. Рядный ғой 4 цилиндрлі. Соны мотор саламыз. Братан, давай, может, 5.5, 4.2, хотя бы дегенем V-образный никак келмейді, брат дейді, короче. Не V-образный қиналмай та қой деді. Мен қазір ешкісі шешемді 4 рядный цилиндрді смело салып беремін деді. Сол себептен лучше соны сала берсей, оның өзі Ниваға қайда зор деді, короче. Сондықтан да құрмет көрермендер, мен оны салмастан да бұрын мына жерде жаңа бір екі салған машинаны айдап көрдік. Өкінішке орай сол кезде әттең видео түсірмеппіз да, айдап көрдік, короче. Как сказать, енді 5.5-тер сияқты айырып жыртып тұрған жоқ, 4.3-тер сияқты ше, бірақ 2.5 Camry, Camry 3.5-ке жетпейді. Типа сол сияқты нормально тартып қояды, түсіндіңіздер ма? Ордан жүрген кезде смело тартады. Любой Ниваң жоқтатады ертең алда уақытта. Любой объем 2.2, 2.5 дегенмен ертең тепе-тең түсе алады. Все, олай болса қазір келдік. Бірінші мына жерде жағыстап қазір моторын шешеміз. Одан кейін дальше больше көреміз, достар. Енді бұл видео сразу айтайын сіздерге, барлығы бір серия болып шықпайды. Өйткені бұл жерде қаншама еңбек, қаншама жұмыс, қаншама ақша жатқаннан кейін бұны біз 2-3 серияға бөліп түсіреміз. Бүгінгі біздің серия дискісін салдық, мысалы әдемі дискімен қазір келдік. Моторын қазір спокойно асықпай шешеміз, под капотын бәрін тазалаймыз и ертең барып астын тазалаймыз, короче. Астын шірікпеген моторды соңына қарай салатын боламыз. Әлі бізде мотор келген жоқ, оны Шымкенттен алдырдық. Все, в общем, құрмет көрермендер, ендеше көп сөйлей бермейік. Кеттік, ішке келіп таныстырайық. Әрең кіргіздіге, короче, үйше кірген кезде бұлам кетті, дым көрінбейді, айқай шу ау деп кіргізіп алдық. Все,
Құдай қаласа енді достар, қазір Юрий братанның қол ұшының еңбегімен қазір моторын шешіп тастаймыз. Айту бойынша 3-4 сағаттық жұмыс. Бұл жерде мотор шашпайды, главное шешіп тастаса болды, короче. Все, осы іске кірісеміз. Бүгінгі біздің жұмысымыз патрубкаларын ажыратып, мотор коробкасын шешіп. Хорошо, что мен алдында передний приводтың разъездін шешіп тастағам ше. Как только мотор мен коробканы шешсе болды, короче. Все. Олай болса. Все, да? Старт. Жалпы біздің машинаны кім істеп жатыр, ол қандай адам шынымен қолынан келе ма деген сұрақта көп мазаламау үшін мен бірінші осы кісімен танысқан кезде бұл кісі маған өздерінің машиналарын көрсеткен болатын. Өзінің қолынан шыққан дүниелердің алдында тұрған джиптердің бәрі сваптан шыққан машиналар. Бәрі оталып тұр, бәрі жүріп тұр. Ең бастысы өзінің екі машинасы бар, біреуі Нива. Мынау тұрған. Ол жерде, короче, қазір көрсетеміз. Ал мына жерде тағы да екінші машинасы бар екен, оны бүгін ғана көріп тұрмыз. Бұл жерде достар бізде 92 жылға Toyota Land Cruiser 4x3 3UZ орналасқан. Моторын қарашы, ровно сөйтіп тұр ғой. Негізі мен өзіміздің Ниваға осындай салғым келген, бірақ ана мастер айтады, базар жоқ істеп беремін деді. Қолынан келеді деді, бірақ ланжерон, панжерон бәрін кесесің, короче. Астын бәрін усилтетесің балкілерін. Оның бәрін да тига жұмыс істеді. В общем айтқанда, мысалға сен мұндай УЗ-терді, мынандай машиналарға, газельдерге 2,5-3 миллионға салып атса, сен машинаға 4-4,5 миллион болады деді. Неге? Өйткені ол жақта ертең ланжерон кеседі, новыйдан кеңейтіп сартып жұмысы көп болады. Сол себептен бауырым өзіміз Ниваға салып жүрміз ғой. Ниваның адамдардың бәрі маған келіп, Мерседес моторын салдырып жатыр. Саған соны салып берейін, нормальный болады, таттысы жылады, өкінбейсің дегеннен кейін осы кісіге келіп соны салдыратын жайымыз бар. Жалпы өзінің моторынан қараңыздар. 4x3, енді бұл кісілер енді машинамен тюнингпен айналыспаса да, ең басты оффроуд қылып, осындай сваппен машинаны уверенно істеп тұруға айналысады. Мына жерде щитогы да ше. Негізі еще 300-де сваптарда щитокпен бірге қойылады бұларда. Глушак қоймапты да, выхлоп істемепті да. А так мынаның көзуына 4x3 деген жетіп жатыр ғой. Жолатын сияқты ше. Әне. Ал мына жақта бізде екінші машинасы жоқ. Бірінші машинасы Нива 1980 жылғы деді ма? 81 жылғы, короче. 81 дедіқанбыз, артқы фарлар андай Жигулевский шоқалақ сияқты болады ғой. Ал алдында разница жоқ. Енді бұл кісі машинаны цветін бүйтіп қарайтын болсаңыздар, қарбап жатыр, негізі жерде қарайтын болсаңыздар. Матовый мелкий рапторға, короче, боятқан. Енді кішкене бүйтіп оффроуд қылып істеген. Және де мына жақта свап бізде достар Вестаның 1.8 объем моторын қондырған ғой. Енді бұл Ниваның өзінде былай жетеді деп ойлаймын. Обычный Ниваға қарағанда смело жылып береді. 16 клапанды 1.8 ұйықтатады ғой, короче. Ашып көрсетейік та. Боковой зеркала от Гранта. Мен де болашақта салам примерно. Мынау, короче, ручкасын қараңдар. Баяғы заманский бүйтіп көтеретін Жигулевский емес. Уже более современный, иномарочный шандай. Евро ручка ше, короче. Қатып атыр мынаның бәрі. Мороз дала. Еще достар, мына капотыма бір ұнаған жері бар ғой ше. Мынандай нәрсені жақсы көремін да мен ше. Құдай қаласынан да салу керек бізге. Так, қараңыздар. Вестаның 1.6 моторы 16 клапанды. Негізі маған да айтты басты. Жайбымен баратса, бюджетный вариант, самый бюджетный вариант Ниваға. Осындай 16 клапан приоранканы әкелді. Просто Вестаның коленвалын қойып жүресің, все деді, короче. Мынаның жұмысына где-то бір 500-600 мың теңге запчасымен, жұмысымен бірге деді ғой. Самый бюджетный вариант осындай. Егер де достар алда уақытта Ниваларыңызға қандай свап істеймін дейтін болсаңыздар, осындай қойсаңыздар болады. Автомат болса автомат, механика болса механика. Ал біз енді гелик қылып жинап жатқаннан кейін достар, мен Мерседестің моторын сағым келіп тұр. Сол себептен Вестаны зачем дедім, итак Веста бар ғой өзімізде дедім да. А так осы достар, бұл мастердің машинасы тек қана бұндай мотормен ғана шектеліп қана қоймайды, бізге көзге көрінбейтін ходовка жағында неше түрлі усиление, анау-мынау коробкадегі жаңағы блокировка деген нәрселер өте көп. Енді оның бәрін негізі айта берсек болады, бірақ көрсету керек та. Сондықтан құрметті көрермендер, кішігірім біздің Юрий ағамыздың, енді орыс кісі ғой, Юрий ағамыздың кішігірім гаражы. Біздің де машинаны істейтініне мен сенімдімін. Сол себептен достар көп сөйлей бермейік. Іште мотор не қылып жатыр екен? Кетіп көрейік та. Достар, негізі мен жалпы свап деген нәрсені өзім өмірімде бірінші рет істеп жатырмын. Бұл жерде не шешілу керек, не қалу керек, дым білмеймін, короче. Мен оказывается ойлағанмын, свап дегенде мотор, коробка, касса, компьютер. Осы деген ананы алып, мынаны бүйтіп қойса болды деп ше. Оказывается, қателеседі екенбіз. Біраз тағы нәрселер ауысады екен. Жаңағы енді мотор кедергі жасамау үшін вакуумдарды ауыстырады екен. Сосын мен ойладым, хотя бы өзінің радиаторы қалмайсың, жоқ, радиаторды да ауыстырады екен печкінікін. В общем-то, біраз делалар бар. Оны енді алдағы уақытта айта жатады. Мен ойлағанмын, хотя бы
мотор келгенше сондай нәрселерді айтып қоя береміз, тауып қоя беремін десем, жоқ, мотор келсін, бірінші моторда не бар, не жоқ, соны көреміз. Еще достар, селектор алу керек бізге. Селектор деген білесіздер ғой, автомат коробка, біздің моторымыз автомат коробка болады. Сондықтан да любой машинанікі. Енді әдемі бүйтіп дыға сағанға жанатын, паға сағанға жанатын бір жақсы бір селектор тауып алу керек. ертеңінде барып развалды қарауымыз керек. В принципе, осы қазір достар полный бетіндегі мотордың жаңағы датчик, кабель, нелердің барлығын ажыратып шешіп қойды. Астында кушақтарын шешіп тастады. Енді қазір мотордың өзімен коробкасын алса, сонымен в принципе болып қалады. Ал енді достар, видеомыз осылай болып жатыр, жалғасып жатыр. Әрине сіздер сондайды тамашалаңыздар, не бар, не жоқ қазір көретін боламыз. Ақыры наконец-то кірістім ау мына проектке. Сондықтан да каналдан алыстамаңыздар, ал видеоны біз жалғастырамыз. Так, алды достар, мінекей әні міне дегенше мотор коробканы да бұны шешіп тастады. Мына жерде кассаларда қалдырыпты. Мен ойланбайды, мына жерін бәрін бұны шешіп тастай ма деп, голый қылып тастай ма десем, оказывается, жоқ. Ертең мотор келгеннен кейін бұл жерде не бар, не жоқ, соған қарап, одан кейін дальше может тағы да шешетін нәрселер болса, сол кезде шешеміз дейді. Бірақ сразу айтып отыр, мынау алдағы уақытта ауысады дейді. Короче, Жигули шестеркаға қойылады екен. Тормозной вакуум бар ғой. Кассаларды ауыстырады. По-любому енді Мерстің компьютермен бірге келеді ғой. Компьютермен бірге қояды. Все, примерно бүгінгі жұмыс осындай. Мен ойлағам, ана недегілер айтты ғой маған, астын тазалайтындар. Моторын шешіп әкелсе, сол кезде лонжермен бірге әдемілеп істеп береміз деген кейін, мына жер голой бола ма деп ойласам, оказывается, осылай болады екен. Енді құрметті көрермендер, бүгінгі видеомыз осындай. Аздай болса да көптей көріңіздер, қысқадан нұсқа. Бүгінгі видеоның өзінде мотор шештік, коробка шештік тамында. Одан кейін дискісін салдық. Енді келесі бөлімде алдағы уақытта мотор келеді. Моторымыз бізде әлі келген жоқ. Моторға сіздерге жақсылап обзор көрсетеміз, қандай состояниеде келді. Оталып көреміз. Әрине салып, жүргізіп, оның соңында результатын тамашалайтын боламыз. Енді келесі бөлім бомба болады деген ойдамын. Енді мына машинаны дәл осы күйінде сүйреп апарсақ болмайды. Эвакуатормен, эвакуаторды шақыру керек. Все, эвакуаторға тиеміз. Оны енді ана жаққа кету керек, короче, коррозияға, антикоррозияға тазалайды. Бәрін писка строймен кетеді да. В общем, бұяқта да боласыздар. Ал енді достар, бүгінгі видеомыз осындай. Егер де сіздерге ұнаған болса, проект қызық болып жатса, лайктарыңызды аямай баса отырыңыздар, ардаңға жазыла отырыңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеолар, ең бастысы көптен күткен моторы болды ғой. Шештік, моторымыз келіп жатыр, алдағы уақытта саламыз. Бар қызықтың бәрі енді алдыда. Ал сіздер арнадан алыстамай келесі видеоны тағатыда күтіңіздер. Ол үшін достар, каналды подписацияның қасына колокольчикті басып қойсаңыздар, сіздерге жаңа видео шыққан кезде бірден сообщение келеді. Сол себептен алғаштардың бірі болып көріп үлгеретін боласыздар. Ендеше не дейміз? Біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.